Now, good day, children. Now, let's begin today's lesson. 60, the two giants on pages 82 and 83. Now, I'm glad to work with you. Қайырлы күн, балалар. Бүгінгі жаңа сабағымызды бастаймыз. 82-83 беттерді ашамыз. Next, exercise 1. Listen to music extract. Which musical instrument is it from? What does it look like? Read the text and to find out. Яғни бұл қандай музыкалық аспап және қайдан шыққан, ол неге ұқсайды дейді. Осы мәтінді оқып, сіздер сол осы сұрақтарға жауап таба аласыздар дейді. Мен қысқаша жаздым. It's a dombra. It has a wooden body with a long neck and two strings. Next, exercise 2. Read the title of the story and the first sentence in each paragraph. How is the story related to Dombra? The two giants. Яғни екі алып туралы мәтін берілген. Сіздердің кітаптарыңызда ағылшынша нұсқасы бар. Мен сіздерге аудармасын айтып берейін. Екі алып Қазақстандағы Алтай тауларында екі алып өмір сүрген. Олар ағайынды болды. Кіші інісі музыкамен ән айтуды жақсы көретін. Сондықтан бір күні өзі ағаштан аспап жасады. Ұзын мойынмен екі жіп алды, ол күні бойы жаңа аспапта ойнап, ән айтты. Бұл оны қатты қуантты. Ағасы музыкалыны ұнатпайтын. Бұл жылдам әрі қауіпті өзендер арқылы алып тас көпір салуға ұйғарды. Бұл жылдам әрі қауіпті өзен және оны ешкім өте алмайтын дейді. Менің көпірім міне атақты ете алады деп ойлады. Сөйтіп құрылысын бастады. Бұл өте ауыр жұмыс болды, бірақ ол күшті болды. Таудан өзенге талай ауыр тастарды тасып жатты, бірақ інісі көмектеспейтін болған. Ол атақты болғысы келмеді, ол тек аспапта ойнап ән айтқысы келді. Ағасы оған қатты ашуланды. Сен маған ешқашан көмектеспейсің деп айғайлады. Сол күні бойы ақымақ әуеніңді ғана ойнап отырасың. Ол аспапты ағасының қолынан жұлып алып тасқа соқты. Ол тасты қатты соққан сонша оның бетінен аспаптың пішінін көруге болады. Әдемі аспап сынып қалды. Кіші ағасы қатты қайғырды. Ол ешқашан музыка ойнамайды, енді ән айтпады. Жылдар өтеді. Бір күні кейбір адамдар жартастағы пішінді табады. Олар оны музыкалық аспап жасау үшін пайдаланады. Олар оны домбыра деп атап кетеді. Даланың ғажайып сазын тартуға, әсем әуен шығаруға пайдаланады. Міне осылай балалар. Осындай домбыра, осы тарихы осындай екен. Next, exercise 3. Read the text. Who the young brother or the older one? Yes. Балалар бізге берілген, жасалған іс-әрекеттерді берілген. Loved music, was very strong, wanted to be famous деген секілді. Соны бізге үлкен ағасы жасады ма ол іс-әрекетті, әлде інісі жасады ма? Осыны табуымыз керек. Бұл бізде мәтінде бар, соны тауып жазуымыз керек. Мен өз нұсқамды жазып қойдым. Сіздер де тауып іздеп менің нұсқамен тексеріп алсаңыздар болады. Келесі жаттығуға көшеміз. Exercise 4. Exercise 4 complete the sentence. Сөйлемдерді толықтырамыз. Яғни мәтінге қарап отырып, біздерде сөйлемнің бастары берілген, соны толықтырып шығуымыз керек. Сіздерге дұрыс нұсқасын қалдырдым. Осы жерден қарап сөйлемді толықтырып шықсаңыздар болады. Балалар, егер сіздерге сабақ ұнап жатса, лайк басуды, комментарий жазуды ұмытпаймыз, және каналға тіркеліп қоямыз. Каналға тіркелсеңіздер, мен әр сабақ салған сайын бірінші сіздерге көрінетін болады. Next, exercise 5. Complete the sentence. Use played, made, gave, carried, got, smashed. Осы етістіктерді сөйлемдердегі тиісті орнына қоя отырып, сөйлемді толықтырып шығуымыз керек. Балалар, сіздерге дұрыс жауабын қалдырдым. Бұл бізде өткен шақ формасында тұрған етістіктер. Осыларды қойып, сөйлемді толықтырып аламыз. Next, exercise 6. Read the text again. Which word does the writer use to describe? Балалар, мәтіні тағы да оқып алыңдар дейді. Және де мұна берілген сөздерді автор қалай сипаттайды, қандай сөздермен сипаттайды дегені. Сіздерге дұрыс нұсқасын жазып қойдым. The bridge, enormous stone. The river, big, fast, dangerous. The stone is heavy. The instrument, wood, long neck, two strings. The music of the steppe. Wonderful, дұрыс нұсқасын жазып аламыз, есімізде сақтап аламыз. Келесі, exercise 7, read the story, find examples in the text.
яғни бұл жерде балалар түсінікті тілде ереже жазылған, яғни сөйлемді байланыстырушы, but, and, because, so деген сияқты. Астында be вариантында екі жай сөйлемдер берілген. Жай сөйлемдерді байланыстыра отырып сіздер күрделі сөйлемдер құрастыруларыңыз керек. Мысалға so, солай деп аударылады, because, өйткені, but, бірақ, and, және. Сіздерге дұрыс нұсқасын қалдырдым, қарап жазып аламыз. Next exercise 8, exercise 9, exercise 1 дейді. Балалар, бұл жаттығуларды қарап отырсам, бұл шығармашылық жұмыс, бұл үш жаттығуда да шығармашылық жұмыс, яғни бірі жаңағы оқиғаны арасынан қате жіберіп сыныптастарыңа беріңдер, қатесін тапсын, немесе сурет арқылы есте сақтаңдар. Солай өзіміздің жақсы есімізде сақталу үшін осындай шығармашылық жұмыспен де айналысып тұрғанымыз дұрыс. Бұл тапсырмаларда өте қызықты, өздеріңіз орындап көріңіздер. Өйткені сіздер мәтіннің толық аудармасымен жақсылап танысып алдыңыздар. Балалар, егер сіздерге сабақ ұнаса, лайк басуды және каналға тіркелуді ұмытпаймыз. Сау болыңдар.